1462 есепте жаңағы сендер сұрап жатсыңдар ғой. Сол кезде қараңдар, бірінші есепте x-тер әртүрлі 7, 5 болып тұр коэффициенті. Онда x-ке келтірудің керегі жоқ. X-ке қарамай қойыңдар, y-ке қараңдар. Екеуінде алды 2 плюс 2 болып тұр. Онда бұл жерде екі жөн бір-бірінен азайта салсаңдар болды. Бұл жерде азайту амалы y-ке қатысты. Сонда y жойылып кетеді, болды. Үшіншісіне қараңдар. Үшіншісінде y-тер әртүрлі, онда y жойылмайды. X-тің алды екеуі де 1. Сол жерде екі теңдеуді бір-бірінен азайсаңдар, x-тен x азайсаңдар 0. Тек 7y-тен 5y-ті азайтасың, 2y тең деп 6 деп шығара бересіңдер. Бұл есептер оңай. Енді екінші есепті алайын, тағы бір көрейік. Мысалы, екінші есепте x-тің алды әртүрлі, біреу 9, 1. Онда оны біз қосу тәсілімен істей алмаймыз, жойылмайды. Ал мына жерде y-тің алды екеуі де минус 2 болып тұр. Мен осы жағдайды пайдаланамын. Мен азайту амалы дейін. Азайту амалы деген сөз негізінде қосу амалы. Жай ғана алдына минус қойдым деген сөз ғой. Сонымен мына екі теңдеуді бір-бірінен азайтайын. Онда жазам 9x-тен 1x-ті азайт деген сөз. Сонда бұлай жазып, ашып жаз десеңдер, жазайын 9x азайту x болады. Мынадан мынаны азайту деп не ортасына жаздым. Енді қараңдар, минус 2y-тен минус 2y-тен азайтам, мына минус 2y-ті. Минус 2y-ті. Тең минус 17-ден азайтам 7. Вообще жазу керек болса осылай жазасыңдар. Сосын бір-бірлеп азайтамыз. 9x-тен 1x азайтсақ 8x қалады. Ал мына жерге қараңдар, мынау 2 минус плюс болып кетеді. Сонда минус 2y плюс 2y тең минус 24 деген сөз. Мынау екеу плюс пен минус жойылады. Өйткені 2y-тен 2y-ті азайт деп тұрған нәрсе. Өзінен өзін азайсаң 0 болады. Минус 24. Қалғанын жазам. X тең 24-ті 8-ге бөлгенде минус 3. Өйткені жерде минус таңбасы. Біреуін тауып алдым. Минус 3. Енді апарып кез келген бір теңдеудің орнына қоясың. Екіншісі жеңілдеу, сол жерге апарып қоям. Мен екіншісіне x бізде минус 3. Азайту 2y тең 7. Екінші теңдеуге апарып қойдым. Минус 2y қалады. 3 бұлай плюс болып өтеді. 10. Сосын y тең минус 5. Сонда жауап минус 3-те минус 5. Алдымен x-ін жазамыз, кейіннен y-ін жазамыз деген сөз. Ал енді осы жердегі мына біреу жол, мына жол. Оны есеп шығару барысында өздерің ой есептеңдер. Жазып жүрмей, бірден 9x-тен 1x азайтып 8x. Мына екеуі, мына минус пен мына жердегі минус плюс болып жойылып кетеді деп бірден осы жерге келесі алуға болады сендерге. Уақыт тұту үшін. Есеп шығарғаннан кейін уже үйренесіңдер. Енді қараңдар, төртінші есепке қарайық. 4-те x-тердің алды біреу 5, біреу 2 болып тұр. Ұқсамайды. Y-тің алдында минус 2, мына Y-тің алдында минус 1. Яғни, екі айнымалында ешқайсының алды бірдей сан емес, коэффициенттер әртүрлі. Онда енді біз бірдейге келтірейік. Мысалы, Y-ті келтіру оңай, біреуінде 2 бар, онда екіншісіне 2-ні көбейтіп берсек келеді екен. X-тен екеуінде де бірдей ортақ нәрсе келтіріп, екеуіне де көбейту керек. Алдында Y-ті біреуіне ғана көбейтіп нетуге болады. Сондықтан мен екінші теңдеуге, мынаның алдында бірді 2-ге келтіру үшін мен екінші теңдеуді 2-ге көбейтіп берем. Бірінші теңдеудің өзін жазам, 5x азайту 2y тең 15. Екінші теңдеуді 2-ге көбейтсең, бәрін 2 көбейтіледі. 4x болады, мына жер көбейткен. Мынаған 2y тең 7-ге 2 тағы көбейтіледі, сонда 14. Жаңа теңдеулер жүйесі пайда болды. Енді тағы да азайту амалы. Өйткені таңбалары бірдей мына жерде. Y-тің алды бірдей болды, таңбалары да бірдей. Онда қоссақ олар керісінше көбейеді. Одан да біз азайту арқылы жойып жібереміз. 5x-тен 4x азайсақ x қалады, яғни 1x. Минус 2y-тен азайтам минус 2y-ті. Мына 2 минус плюс болып, бұлар жойылып кетеді. Тең 15-тен 14 азайсаң 1. 1-ден табылды. X тең 1. Апарып алғашқы теңдеудің орнына қоямыз. Осы екіншісіне қояйық. Сонда 2 көбейту 1, азайту y тең 7. Сонда минус y тең 2 болады, ары қарай өтеді, сонда 5. Y тең
5 болды. Міне, сонда жауап минус 5. Жауап сонда 1-де минус 5 болады. Біріншісіне қарасақ, x-тің коэффициенттері 3 пен 2 әртүрлі, y-тің коэффициенттері 5 пен 3, ол да әртүрлі. Онда кез келген біреуін аламыз. X-тікін алып көрсетейін. Мысалы, 2 мен 3-тің ортақ еселігін табамыз. 2 мен 3 6-ға келеді. Онда екеуінде біз 6-ға келетіндей сандарға көбейтіп береміз деген сөз. Мынау бізде біріншісі ғой. Онда 3-ті 6-ға келтіру үшін мен 2-ге көбейтем теңдеуді. Екінші теңдеудегі 2-ні 6-ға келтіру үшін 3-ті 3-ге көбейтем. Сөйтіп, жаңа теңдеулер жүйесі пайда болады. 2-ні бүкіліне көбейтіп шығамыз. Сонда 6x қосу 10 y тең 32. 16-ны 2-ге көбейтеміз. Потом 3-ті бәріне көбейтіп шығамыз. 6x қосу 9y тең 927. Міне. Теңдеулер жүйесі шықты. Енді тағы да азайту амалын орындай салайық. Себебі x-тің алды бірдей болып тұр. Бірдей болса азайту амалы деп орындайық. Азайтам. 6x-тен 6x-ті азайтсам 0 қалады. 10y-тен 9y-ті азайтсам 1y қалады. 32-ден 27-ні азайтсам 5 қалады. Y-ім 5 екен. Апарып біреуінің орнына қоям. Кез келген біреуін. Біріншісін апарып қояйын. Онда 3x қосу 5-ке y-ті көбейтейік. Y бізде 5, 16. 3x тең 25 мына жаққа минус болып өтеді. 16-ны азайтам, сонда минус 9. X тең минус 3. Жауап алдымен x-ін жазасыңдар. Минус 3-те y 5. Дәл осындай есепті мынау үшіншісіне қарайық. Үшіншісінде де міне x-тердің алды әртүрлі, y-тердің де алды әртүрлі екен. Содан осы үшінші есеп шығарып көрейік. Ол үшін жазып алайын. 3x азайту 5y деп тұр екен. Тең 23. 2x қосу 3y тең 9. Енді қараңдар, осы жерде осы есепті екі түрлі тәсілмен шешіп көрейік. Бірінші мен x-тердің алдын жаңағыдай 6-ға келтіріп алуға болады. Сөйтіп x арқылы істеуге болады. Немесе y-тердің алдын 3 пен 5-тің ортақ еселігі 15. Онда бірінші теңдеуге мен 3-ті көбейтем. Екінші теңдеуге 5-ті көбейтем. Y бойынша кеттік. Сонымен 3-ті көбейтсем 9x азайту 15y тең 69. 5-ті көбейтем екінші теңдеуге 10x қосу 15y тең 45. Жаңа жүйе пайда болды. Енді қарасақ, y-тердің алдына қараңдар, ол жерде минус 15 және плюс 15. Бұл жерде тікелей қосуға болады. Өйткені плюс пен минус қарама-қарсы сандар қосқанда жойылады. Қостым екі жүйені. Сонда 10x-ке 9x қоссам 19x болады. Мына екеуі кетеді қосқан кезде тең. Қосайық 14, бір ойда 10, 11 114. X тең 19-ға бөлгенде нешеден болады? 6-дан ба? 654 де 6-дан екен. Болды. Енді апарып осы 6-ны кез келген біреуіне апарып қояйық. Екіншісіне апарып қоя салайық. 2 көбейту 6 қосу 3y тең 9. 3y тең 12. Мына жаққа өткіземіз. 9-дан азайтамыз. Сонда минус 3 болады. Y тең минус 1. Сонда жауап 6-да минус 1. Осы есептерден дұрыс қате шығарғанды өзіңнің тексеру үшін осы шыққан екі санды апарып теңдеулердегі x пен y-тің орнына қойып тексере қоясыңдар. Егер тура тепе теңдік шықса, онда тапқан сандарың дұрыс деген сөз.